Оқырмандарым, сонымен бұл өмірдің бір теңдесі жоқ сыйын алғыңыз келсе, әрине Алла тағала берген осы бір сынақ, ол бізге сабақ, өтеміз да бәріміз. Бірақ бір нәрсені есте жақсылап сақтау керек, ол деген нәрсе адамзаттың артынан жүгіріп адамзатқа мұқтаждығыңызды білдіргеннен гөрі Аллаға білдірткен мұқтаждықтың жалынып жалбарынып сұрағанның сыйы өте керемет. Содан кейін болар, менің де сынақтан кейін сый деген авторлық жобам осылай өз мәресіне жетіп артылып жатыр. Өйткені басымнан өткен қилы оқиғалар мені өзімді бір жақсы жағынан табуыма, әрекетке көшуіме, және де жалғыз өзімді емес, өзгеге де құштарлық сыйлауға, бастысы құлап кетпей, құласам да тұрып қайта жүруге мүмкіндік берген шектеусіз ризықты толассыз бізге нәсіп еткен Алла тағаланың құдіретімен болып жатыр да. Мен осы бағытты түсінген кезде, рухани өзімді оятып, рухымның көтерілуіне үлес қосқан кезімде, түнгі тахаджудтарға тұрып, өзімді шынайы Алламен байланыс орнастырып, оған бар мұқтаждығымды білдіргенде өзімнің болмысымды түсіндім. Бізді Алла тағала сонау әлімсақтан жаратқан кезде әркімді әртүрлі қылып, ерекше қылып, жеке тұлға қылып жаратады. Ал енді оның қабілетімді танып, оның дұрыс бағытын, сол қабілетті пайдалануда біз өзіміз үлес қосамыз да, шынайы өзіңізді тани